бір күн ораза ұстау арқылы мұсылман адам өзінің нәпсісін жеңе білгені үшін, сол күні нәпсісіне мүлде шанс бермей, Аллаға ұнайтын халде өмір сүрген үшін бір күн өмір. Бұл амалдың Алла Тағалаға ұнайтыны соншалықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Сағид Аль-Худридің риуаят етуі бойынша мынандай сауапты баяндауда. Мән сома яумен фи сабилиллахи бағадаллаху бейнаху ва бейнан нари бизалика лияуми сабағина хурифан. Құрметті жамағат, ораза деген нәрсе нәпсімен күресу болғандықтан, ол амалда, ол халда Алланың жолында деп атайды екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Міне қараңыздар, кімде-кім Алланың жолында бір күн нәпіл ораза тұтса, бағадаллаху бейнаху ва бейнан нари бизалика лияуми сабағина хурифан. Аллах Тағала сол құлы мен тозақтың арасын сол күнгі ұстаған оразасы арқылы 70 күзге алыстатады дейді. Яғни құл мен тозақтың арасында 70 жылдық қашықтық пайда болды. Міне Алла Тағала бір нәпіл оразамен тозақты құлынан қанша қашықтық алыстатып тастады. Тағы бір сөзінде пайғамбарымыз масирата миата амин деген 100 жылдық уақытты қамтитын қашықтыққа алыстатады дейді. Тағы бір сөзінде жаалаллаху бейнаху ва бейнан нари хондақан кама бейнас самаи вал ард. Аллах Тағала сол құлы мен тозақтың арасына үлкен ор жасап қояды дейді. Ор үлкен, оның көлемі көк пен жердің арасындай дейді. Егер де бір күндік нәпіл оразаның шын мәніндегі шынайылықпен ұсталған осындай бір күндік нәпіл оразаның сауабы осындай болса, нәпіл оразаның, онда парыз, Рамазанның парызының әр күні үшін, немесе оның толық ай бойы ұсталған оразасы үшін қандай сауап болғалы тұрғандығы бізді қызықтыруда. Міне сондықтан да бүгінгі бір күндік нәпіл оразаның нәпсіге ауыр тиюі, алайда мұсылман соған қарамастан соны ұстап, Алласының дидарын, Алла Тағаласының разылығын, қияметтің жеңілдігін іздеуде қол жеткізген нәрсесі, қараңыз, тозақ пен оның арасы үлкен қашықтыққа алыстайтын сауапқа елендіреді екен. Міне жеңілдік, Алланың қалап тұрған жеңілдігі ертең қиямет күні алдыңнан шығады. Олай болса Рамазан айының оразасы, құрметті жамағат, сол Алла Тағала жақын көріп тұрған қияметті біздің де жақын көруімізге көмектесетін ай. Сөйтіп, сол қияметтің қиыншылығынан сақтануға өте үлкен дәрежеде мүмкіндік беретін, өте үлкен дәрежеде жеңілдік сыйлағалы тұрған айда бұл. Бұл Рамазан айы, құрметті жамағат, бізге келгенде өте бір керемет мазмұнда келеді екен. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтуы бойынша, Рамазан айы кірген кезде Аллах Тағаланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұлай деп таныстырды. Хаза Рамадан қад жаакум. Міне бұл Рамадан сендерге қарай келді. Шахрун мубаракун. Бұл сондай мубарак ай, береке шашатын ай. Фарадаллаху азза ва жалла алейкум сиямаху. Ұлылық пен үстемдіктің иесі болған Аллах Тағала сендерге бұл айдың оразасын парыз қылды. Изаканат әуәлу лейлетин мин Рамадана. Рамазан айының әуелгі түні кірген кезде суффидат әш-шаятину ва марадатул джинни. Рамазанның әуелгі түні кірген кезде күллі шайтандар мен жамандыққа қарай бұйыратын қасарысқан жындар кісенделеді. Міне Аллах Тағала көзімізге көрінбейтін
дұшпандарымыздың барлығын кісендеп, тек қана өзіміздің бойымыздағы нәпсімен жеке қалдыруда. Ал енді осы нәпсіңді тәрбиеле дегендей. Күрес, көрсет жәннатты. Осы айдың ішінде көрсет жәннатты қалайтындығыңды. Осы айдың ішінде көрсет тозақтан құтылуды қалайтындығыңды. Міне Аллах Тағала тарапынан қандай керемет көмек берілуде. Әйтпесе бұл Рамазан айының ішінде бұлар байланбаса, Алла Тағала Ниса сүресінде айтқанындай: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Валаула фадлуллахи алейкум ва рахматуху латтабағтумуш шайтана илля қалила дейді. Егер де сендерге Аллах Тағаланың зор кеңшілігі мен рахымы болмағанда, яғни осындай шайтанның ықпалынан сақтап рахымына бөлемегенде, онда сендердің азғантай сандарыңды ғана айтпағанда, немесе азғантай бір амалдарыңды айтпағанда, әлбетте шайтандарға еріп кететіндер дейді. Міне Рамазан айының әуелгі түні кірген кезде біздерге қандай жеңілдік көмек көрсетіліп жатыр. Екінші, вағуллиқат абуабун нари. Және де тозақтың күллі есік қақпалары жабылады. Аллах Тағала Әл-Хижр сүресінде айтқанындай: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва инна жаханнама ламауғидухум әжмағин. Расымен де жаханнам олардың, яғни Ібліс пен оның ізіне ергендердің бәрінің уәделі орны дейді. Лаха сабағату абуабин лекулли бәбин минхум жузун мақсум. Оның, яғни жаханнамның 7 қақпасы бар. Әрбір есік қақпаға олардың, яғни Ібліс пен оның ізіне ергендердің бір бөлігі бөлініп қойылған дейді. Міне тозақтың есіктерінің күллісі жабылуы арқылы Алла Тағала өзінің рахымымен бізге тозақты қаламайтындығы, бізге тозаң салмағындай әділетсіздік қаламайтындығы тек қана өзіміз Алла Тағаланың білімін, қадірін абайламай, оған бойұсынбай тілазарлық қылуымыз арқылы сол тозақтың қақпасын өз зұлымдығымызбен ғана қағып жүрмесек. Вағуллиқат абуабун нари фалам юфтах минха бабун. Тозақтың күллі қақпа есіктері жабылады да, олардың бір есігі де ашылмайды дейді. Рамазан аяқталғанға дейін. Тағаланың келесі сыйы: Ва футихат абуабул жанна. Және де жәннаттың күллі есік қақпалары ашылады. Фалам юғлақу минха бабун. Міне бұл есіктердің ешбіреуі жабылмайды, ашық тұрады. Яғни Аллах Тағала бізге бұлайда жәннатқа кірем дегендер бар болса, міне есіктер ашық тұр. Күллі нәрсе сенің тек қана өзіңнің нәпсіңде ғана болуы мүмкін. Кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай: менің күллі үмбетім жәннатқа кіреді, тек кім оған кіруді қаламаса, сол адам ғана кірмейді дейді. Сонда сахабалар: Аллахтың елшісі, жәннатқа кірмеуді кім қалауы мүмкін деп таңғалады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: кімде-кім маған бойұсынса, сол жәннатқа кірді. Ал кімде-кім маған бойұсынбаса, онда сол ғой кіргісі келмей тұрған, кіруді қаламай тұрған адам дейді. Міне осылайша Аллах Тағала да, оның елшісі де бізге тозаң салмағындай әділетсіздік қаламайды. Яғни жәннаттан, жақсылықтан, абырой беделден кедергілеп тұрған басты бөгет өзіміздің нәпсімізде, пиғылымызда өмір сүріп жатыр екен. Сахл ибн Сағаттың радиаллаху анху жеткізуі бойынша, Аллах Тағаланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам мынандай хадисін сыйлайды: Фил джаннати саманияту абуабин. Жәннатта 8 есігі бар дейді. 8 есік қақпасы бар. Бабун минха юсаммар райян. Оның есіктерінің біреуі ар-райян деп аталады дейді. Күллі есіктерінің ішіндегі осы есікті ғана айқын көрсетуі. Ла ядхулуху илля саимун. Бұл есіктен жәннатқа тек қана ораза ұстағандар ғана кіреді. Фа иза дахалу
Сол ораза ұстағандар бұл есіктен кірген кезде жәннатқа, уғлиқа, бұл есік жабылады. Фәләм ядхул ғайрухум. Олардан басқалар бұл есіктен кіре алмайды дейді. Рамазан айының әуелгі түні кірген кездегі тағы бір құбылыс, Аллах тағаланың әмірімен бір періштесі дауыстап шақырады екен. Я бағиял хойри ақбил. Ей жақсылықты іздеуші, жақсылықты тілеуші, жақсылықты қалаушы, ілгері қарай қадамда. Яғни Аллах тағаланың разылығын іздеуге, оған бой ұсынуға, осы айда Аллаға жақындау үшін құлшылық салиқалы амалдарға берілуге қадамда. Екі жеңіңді сыбанып тұрып кіріс, көрсет өзіңді, ашық тұрған жәннаттың есіктерін нақты қалайтындығыңды. Сондай-ақ уая бағия шарри. Ей жамандықты тілеуші, жамандықты қалаушы, жамандықты іздеуші, ақсыр, қысқарт енді, қысқарт. Міне саған тозақ қаланбаған түрде оның есіктері жабылуда, саған жәннат қаланған түрде оның есіктері ашылуда. Олай болса енді Раббыңа тәубамен орал, жамандықтардың барлығынан тыйыл. Шынымен де бұл тәубаның қабыл етілетін уақыты ғой деп. Осылайша жақсылықты іздеушіге алға қарай қадамда деп, жамандықты іздеушіге қысқарт деп, екеуіне де бірдей ұсынылып тұрған керемет сый пайғамбарымыздың келесі сөзінде байқалады. Уалиллахи утақау минаннар. Бұл айда Аллах тағаланың тозақтан азат ететін құлдары болады дейді. Вазалика фи кулли лейлатин. Рамазанның әр түнінде осы құбылыс жүзеге асады дейді. Яғни Аллах тағала қалаған құлдарын тозақтан азат етіп, тозақтан азат етілгендердің тізімі жазылады. Хатта янқадия рамадану. Рамазан аяқталғанға дейін осылай болады дейді. Жәбир ибн Абдулланың радиаллаху анхума жеткізуі бойынша Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам осы мәселеге қатысты мынандай бір хадисін айтқан екен. Инна лиллахи инда кулли фитрин утақаа ва залика фи кулли лейлатин. Расымен де Аллах тағаланың Рамазанның әр күнгі ауызашарының кезінде, ауызашар сәтінде, ауызашар кезінде тозақтан азат етілетін құлдары болады дейді. Бұл әр түні жалғасатын нәрсе дейді. Яғни әрбір ауызашардың кезінде. Сондықтан біздің мұң қылатын, уайым қылатын нәрсеміз, құрметті жамағат, таңертеңнен кешке дейінгі оразаңды ұстаудағы мақсат ниетіңіз, уайымыңыз кешке жақын ауыз ашатын кезімізде осы тозақтан азат етілген құлдардың тізіміне кіру. Сондықтан сіздің ішіңізден жалбарынып құпия түрде сондай бір дұға айтылып жатса, Раббым, сенің пайғамбарың уәде еткендей, осы ауыз ашар сәтімде менің оразамды қабыл алып, тозақтан азат етілген құлдарыңның тізіміне кіргізе көрші деген нәрсе болу керек. Егер біздің таңертеңнен бастап кешке дейінгі уайымыз әр күн осы болса, Алла тағала бізді ол күні жамандықтың күллі түрінен сақтауға көмектеседі. Себебі уайым бар. Ауыз ашар уақытында Аллах тағаланың тозақтан азат еткен құлдарының тізіміне кіру деген уайым. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айының әуелгі түнінде болатын оқиғаларды хабарлаған хадисінің соңында «Вафихи лейлату хойрун мин альфи шахр». Сондай-ақ бұл Рамазанның ішінде 1000 айдан да хайырлы түн бар. Мән хуримаха фақоды хуримал хайра куллаху. Кімде-кім ол түннің хайырынан махрұм қалса, онда ол күллі хайырдан махрұм қалды дейді. Вәлә юхруму хайраха илля махрумун. Міне, тек қана бір бейқамдықта махрұм болып жүрген адамды айтпағанда,
мүмкін емес мұсылманның бұл түннің қайырынан махрұм қалуы дейді. Сондай-ақ құрметті жамағат, тағы да бір маңызды нәрсе, Рамазанның осындай мазмұнын біз қазір біліп түсініп отырмыз. Сөйтіп біз осы Рамазанды жақсылап атқаруға ниет жасап отырмыз. Алайда енді біздің әріптестеріміз, туысқандарымыздың арасында қаншалаған адамдар бар, бұл Рамазанға бейқам қарап жүрген. Олардың осы айда Рамазанмен байланысы қандай болмақ? Міне соларға да бір жеткізуіміз керекті пайғамбарымыздың сөзі бар. Сол сөзді оларға әдепті түрде, жақсы түрде жеткізуге тырысыңыздар. Жеткізудегі сөзіңіздің көп болуы шарт емес, бірақ мақсаты оны ойландыратын сөз болу керек. Ойлануына көмектесетін салмақты сөз болуы жеткілікті. Абу Хурайрадан жеткен риуаятта Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан: Руғима анфу раджулин дахаля алейхи рамадану сумман салаха қобля ан юғфара лаху. Қайсы бір адамға қарай Рамазан айы кіріп, сосын оның күнәлары кешірілмеген түрде Рамазан кетіп қалса, ондай адам абыройға қол жеткізбей қор болды дейді. Яғни Аллах тағаланың алдындағы абырой. Аллах тағаланың алдындағы абыройды осы Рамазан айы алып келді. Ол біріншіден күллі күнәларыңның кешірілуі, екіншіден тозақтан азат етілгендердің тізіміне кіру. Міне бұл екеуі үлкен абырой. Ал енді осы нәрсеге қол жеткізбей, сол баяғы нәпсісіне еріп жүрген халмен өтіп кетсе бұлай, онда ол қорлық. Міне абыройға қол жеткізбей қор болды деп жатыр да ондай адам. Сондықтан дәл осы хадисті апарып туысқандарға сөйлеу емес. Бұл хадис туысқандарының жағдайын уайымдауға саған керек хадис. Саған айтылып жатқан нәрсе. Олардың қазір жағдайын уайымдауға, қарызын өтеуге көмектесесің бе, ақшаңды бересің ба, жоқ оларға сыйлық бересің ба, оны осы Рамазан айындағы келген абыройға қол жеткізу үшін үміт етіп, осы Рамазанға қарай кіргізіп жіберу керексіз. Жалпы осындай мағынада айтып отқан себебім, өйткені осындай керемет ай келіп тұрып, біз оны ұстап, сосын басқа туысқандарымыз со баяғы бетінде жүріп жатса, міне бұл өте жанымызға ауыр тиетін нәрсе да. Сөйтіп, құрметті жамағат, сөзіміздің соңын пайғамбарымыздың келесі хадисімен тәмамдасақ, Абу Хурайрадан радиаллаху анху риуаят етілген Аллах тағаланың елшісі былай деп айтқан екен: Мән сома рамадана иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи. Кім Рамазан айын ораза тұтса, Аллаға деген иманмен, осы Рамазан айында уәде етілген Алла тағаланың күллі уәделеріне деген сеніммен, ва ихтисабан, және де соны қалау ниетімен, сол сауаптарға қол жеткізсем бе деген ниетпен, сондай жігерлікпен, ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи, онда оның ілгеріде кеткен күнәларының барлығы кешірілді дейді. Құрметті жамағат, Аллах тағала осы берекелі айында баршамызға жақсы тәрбие алуымызды нәсіп етсін. Басынан аяғына дейін Аллах тағалаға ұнайтын, Алланың разылығына жеткізетін амалдарды көп істей алуымызды нәсіп етсін. Оның күндізінде, оның түнгі уақыттарында Алла тағаланы еске алып отыратын, еске алып жүретін құлдарынан қылуын сұраймыз. Және де Рамазан аяқталған кезде баршамыз жақсы тәрбиеленіп, ихсанға қарай қадам басып бастаған Алланың тозақтан азат еткен құлдарының тізіміне ілігуімізді, және де күллі күнәларымыз кешіріліп, Рамазаннан кейінгі өміріміз жақсы парақтарда жазылуын, жақсы амалдарға толуын нәсіп етсін.